Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі тақырыбымыз электр зарядының сақталу заңы, қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуі, Кулон заңы, элементар электр заряды. Қымбатты оқушылар, бүгін біз электр зарядының сақталу заңын қарастырамыз, қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуін талдаймыз, Кулон заңының физикалық мағынасын түсінеміз, элементар электр зарядының физикалық мағынасын анықтаймыз. Балалар, сұрақтарға назар аударайық. Зарядтардың өзара әрекеттесуі қалай жүреді? Өзара әрекеттесуді қандай физикалық шама сипаттайды? Егер өзара әрекеттесу болса, бұл дегеніміз қандай шамаға байланысты? Дұрыс, зарядтардың өзара әрекеттесуі аттас және әраттас зарядтар арқылы жүреді. Аттас зарядтар бірін-бірін тебеді. Әраттас зарядтар бірін-бірі тартады. Өзара әрекеттесуді сипаттайтын шама күш деп аталады. Күштің әсерінен зарядтар әрекетке түседі. Өздеріңіз байқағандай, біз бүгін зарядтарға әрекет етуші күш туралы толық айтатын боламыз. Өткен сабақ барысында үйкеліс арқылы да денелердің электрленетінін білеміз. Үйкеліс арқылы электрленгенде бір денеде артық оң зарядтар, ал екіншісінде артық теріс зарядтар жиналады. Денедегі зарядтардың жалпы саны өзгермейді, тек бұл зарядтар қайта бөлінеді. 1843 жылы ағылшын физигі Майкл Фарадей көптеген тәжірибелердің нәтижесінде электр зарядының сақталу заңын тұжырымдады. Тұйық жүйені құрайтын зарядтардың алгебралық қосындысы осы жүйедегі зарядтардың кез келген өзара әрекеттесуде өзгеріссіз қалады. Зарядтардың қосындысы тұрақты. Тұйық жүйе дегеніміз қоршаған ортадағы басқа денелермен өзара әрекеттеспейтін, тек бірімен бірі ғана өзара әрекеттесетін денелер жүйесі. Олай болса, Шарл Агустин Кулонның ең басты жетістігі денелердің өзара әсерлесу күшін өлшейтін құрал иірілмелі таразыны ойлап тапқан тәжірибесін қарастырайық. Кулонның зерттеу схемасына көңіл аударайық. Экранда жүніске серпімді сымға ілінген шыны цилиндр тәрізді ыдыста орналастырылған иірілмелі таразыны көреміз. Таяқшаға бекітілген шарлардың бірі оң зарядталған. Сымға белгішесі бар бұранда бекітілген. Астыңғы бөлікте күшті анықтауға арналған бөліктері бар өлшеу шкаласы орналасқан. Санлаудан зарядталған шарды енгіземіз. Біз таяқшаға бекітілген шардың ауытқығанын көрдік. Аттас зарядтар тебіледі. Шарлардың әсерлесу күшінің моменті сымның серпімділік күшінің моментіне тең. Белгішенің көрсетілген мәндеріне назар аударыңыздар. Біз шарды шығарамыз да, орнына алдыңғысынан заряды 2 есе үлкен екінші шарды енгіземіз. Белгіше үлкен бұрышқа ауытқиды. Өзара әрекеттесу күшінің әсері артады. Біз заряды алғашқы 2 зарядқа қарама-қарсы 3-ші шарды енгіземіз. Таяқша мен белгіше басқа бағытқа ауытқиды. Әраттас зарядтар бірін-бірі тартады. Осылайша шарлардың өзара әрекеттесу күшін кулондық деп атадық. Осы тәжірибеде байқағанымыздай, француз физигі Кулон 1785 жылы нүктелік зарядтар арасында өзара әрекеттесу заңын келесідей тұжырымдады. Кулондық күш зарядтардың модульдерінің көбейтіндесіне тура пропорционал және олардың арақашықтықтарының квадратына кері пропорционал шама. Бұл жерде суретте көргеніміздей аттас зарядтар мен әраттас зарядтардың әрекеті көрсетілген. Бұл жердегі F 2 нүктелік зарядтың өзара әрекеттесу күші, Q зарядтар шамасы,
екі нүктелік зарядтың арасындағы арақашықтық немесе бір зарядтан екінші зарядқа бағытталған вектор. К пропорционалдық коэффициенті. К тең 1 бөлінген 4 эпсилон 0. Яғни К пропорционалдық коэффициентінің сандық мәні бірлік зарядтардың бірлік ұзындығына тең, арақашықтықта өзара әсерлесу күшіне тең болады. Эпсилон 0-ымыз электр тұрақтысы. 8,85 көбейтілген 10⁻12 дәрежесі кулон квадраттың ньютон көбейтілген метр квадратқа қатынасына тең. Зарядтардың өзара әрекеттесу күшінің қоршаған ортаға тәуелділігі диэлектрлік өтімділікке байланысты. Диэлектрлік өтімділік эпсилон әріпімен белгіленеді және оқулықта 292 беттің 12 кестесінде көрсетілген. Есте сақтайық, К және эпсилон бұл тұрақты шамалар. Жалпы элементар электр зарядының шамасы 1,6 көбейтілген 10⁻19 дәрежесі кулон электрон зарядына тең 10 немесе теріс ең кіші электр заряды. Q тең N көбейтілген E. N бұл жердегі электрондардың саны. Еске түсіре кетейік, электрон бұл бізде теріс заряд, протон бұл 10 заряд. Оқушылар, біз сабақтың теориялық бөлімін аяқтадық. Енді практикалық бөліміне көшейік. Ол үшін оқулықтағы 13-ші жаттығудың 2-ші тапсырмасына көңіл аударайық. Есептің берілгені бір-бірінен 10 см қашықтықта орналасқан 1 микрокулон нүктелік зарядтардың өзара әрекеттесу күшін анықтаңыздар. Егер зарядтарды суға салса, әрекеттесу күші қалай өзгереді? Критериялар. Зарядтың еселік өлшем бірліктерін біледі, ортаның диэлектрлік өтімділігінің мәндерін қолданады. Дескриптор. Бос кеңістіктегі әрекет күшін есептейді, судағы әрекет күшін есептейді. Есептің берілгенін жазайық. Шарт бойынша арымыз 10 см-ге тең, Q1-тен Q2-ге тең 1 микрокулонға, эпсилон 1-ге тең, эпсилон 81-ге тең. Бұл диэлектрлік өтімділіктер. Табуымыз керек күшті. Халықаралық бірліктер жүйесін қолданып, еселік бірліктерді аударып алдық. Формуламыз бойынша F тең K Q1 көбейтілген Q2 бөлінген эпсилон R квадрат формуласын қолданамыз. Есте сақтайық, К 9 көбейтілген 19 дәрежесі ньютон көбейтілген метр квадрат бөлінген кулон квадратқа тең. Енді сандық мәндерді қоя отырып, есептеу барысында біздің вакуумдегі күшіміз 0,9 ньютонға тең екен. Екінші, судағы күшті қарасақ, бұл жердегі сандық мәнді қойған кездегі жауап 1 көбейтілген 10⁻13 дәрежесі ньютонға тең. Немесе, ауадағы диэлектрлік өтімділік 1-ге тең болып, судағы диэлектрлік өтімділік 81-ге тең болғандықтан, күштің әсері суда 81 есе азаяды. Оқулықтың 124-125 беттеріндегі үлгі есептерді қарай отырып, өздігінен орындауға арналған тапсырманы ұсынамын. Тапсырма 2 см ара қашықта орналасқан 1 нанокулон және 4 нанокулон зарядтардың бос кеңістікте және керосинде орналасқан кездегі әрекеттесетін күшін анықтаңыздар. Критерийлер. Зарядтың еселік өлшем бірліктерін біледі, ортаның диэлектрлік өтімділігінің мәндерін қолданады. Дескриптор. Бос кеңістіктегі әрекет күшін есептейді, керосиндегі әрекет күшін есептейді. Видеоны тоқтатып, есепті шығарып көріңіздер. Жақсы. Есептегі шарттарын жаза отырып, шығару жолына қараймыз. Күшіміз біздің алдыңғы есептегідей К Q1 көбейтілген Q2 бөлінген эпсилон R квадратқа тең формуласын қолдана отырып, F1-іміз біздің 90 көбейтілген 10⁻6 дәрежесі ньютон, F2-іміз 43 көбейтілген 10⁻6 ньютон шамасына жуықтап тең болу қажет. Жауабы 90 микроньютон және 43 микроньютон. Осымен біз бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Бүгінгі рефлексия. Мен сабақта білдім, таныстым, үйрендім, қолдандым, түсіндім. Осы сөздерді пайдалана отырып, бүгінгі сабақта нені үйреніп,
қандай шаманы қолданғандарыңыз туралы жазып өтсеңіздер. Электр зарядының сақталу заңы, қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуі, кулон заңы, элементар электр заряды тақырыбы бойынша қосымша ақпараттарды осы ресурстар арқылы алуға болады. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.